Саламатсыздар ма оқушылар? Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бекзат ағайларың. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене қыздыру және ағзаны жаттығуға дайындау. Бұл сабақтың мақсаты ағзаны қозғалысқа дайындау, дұрыс қыздыру және қауіпсіз жаттығу дағдыларын қалыптастыру. Кез келген физикалық белсенділік алдында денені дайындау өте маңызды, себебі ол жарақаттың алдын алады, бұлшықеттерді қыздырады және қан айналымын жақсартады. Және де қыздыру жаттығуларының маңызын түсініп, оларды дұрыс орындауды үйренеміз. Дене қыздыру бұл жаттығудың бастау кезеңі. Ол жүрек пен өкпені жұмысқа дайындайды, буындарды икемдейді және денені белсенді қалыпқа келтіреді. Дене қыздырудың пайдасы: қан айналымын жақсартады, бұлшықеттерді сергітеді және икемдейді, буындарды қозғалысқа дайындайды, демалуды тұрақтандырады, жарақат алу қаупін азайтады, жаттығуды жеңіл бастауға көмектеседі. Оқушылар, қауіпсіздік және назар. Жаттығу жасаған кезде баяу және дәл орындау керек. Денеге артық күш түсірмеу керек. Жаттығу жасаған кезде тыныс алуды тоқтатпау керек. Және жаттығу кезеңінде бөлмеде жеткілікті бос кеңістік болуын қадағалау керек. Және өзіңді жайсыз сезінсең, дереу жаттығуды тоқтату керек. Бейсауыт секіру немесе тез қозғалу жасамау керек жаттығу барысында. Оқушылар, ең бірінші біз дене қыздырған кезде бас пен мойыннан бастаймыз. Бұл бас пен мойынды қыздыру барысында біз басымызды алға, артқа еңкейтіп, артқа шалқайтып және жанымызға оңға, солға бұрамыз. Осы жаттығуды жасап болғаннан кейін дөңгелек шеңбер көлемінде мойнымызды айналдырамыз. Оңға 3 рет, солға 3 рет шеңбер көлемінде басымызды айналдырамыз. Осы жаттығу барысында мойнымыз, мойын омыртқаларымыз барлығы қызып, жаттығуға толық дайындалады. Екінші, иық айналдыру. Бұл дене қыздыру барысында қолымызға, иықтарымызға зақым келмес үшін екі қолымызды бірдей алға 5 рет, артқа 5 рет айналдырамыз. Және қарама-қайшы айналдырып, қолдарымыздың, иықтарымыздың сүйектерін және еттерін қыздырамыз. Үшінші жаттығуымыз қол сермеу. Бұл қол сермеу арқылы біз саусақ, білек, шынтақ, барлық қолымыздың жаңағы зақым келетін жерлерінің барлығын қыздырып, жаттығуға дайындаймыз дене қыздыру арқылы. Бұлардың көмегі біздің денеміздегі қолымызға, иықтарымызға өте көп. Алға, артқа, алға, артқа. Және төртінші жаттығуымыз жартылай отырып тұру. Бұл біздің белімізді, тіземізді және денеміздің көп жерлерін қыздырады. Осы денеміздің барлық жерін қыздыру мақсатында біз осы жартылай отырып тұру жаттығуын жасаймыз. Оны кемінде 10 реттен жасауымыз керек және 3 қайтара жасауымыз керек. Сол кезде біз денеміз қызып, денемізден тер шығып, денеміз толық жаттығуға дайын болады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмамдалды. Денелеріңізді жаттығу алдында қыздырып жүріңіздер, болмаса денелеріңізге зақым келеді. Осы бүгінгі сабағымыз аяқталып, сіздермен қоштасамыз.